білесіздер, біздер бүгін қандай шараға, қандай мақсатта жиналып отырғанымыз, иә? 1 желтоқсан қандай күн еді? Тұңғыш президент күні. Тұңғыш президент күні қазір жер-жерде, бәр жерде тойланып жатыр. Тұңғыш президент күніне бізде демалыс беріледі да, солай емес пе балалар, өздеріңіз білесіздер. Біздің бүгін сіздермен тамашалайтынымыз 5-ші Г сынып оқушыларымен әзірленген Ел тірегі елбасы деген поэзия кеші. Тырысып тыңдап отырыңыздар, өздеріңіздің класстарыңыздың өнерін тамашалаймыз. Серпіліп болдым биік ұшқан қыраны. Келбетінен ізгілік нұр көрінген, лебізінен ал арманы өрлеген. Қызыл белгімен енетін бұл күннің еліміз үшін орны бөлек. Себебі өзінің жеке әнұраны, мемлекеттік рәміздері бар. Тәуелсіз еліміздің оғын қадап, шаңырағын көтеріп, іргесін бекіткен тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың халық алдында, мемлекет алдында еңбегі орасан зор. Кеңес үкіметі күйреген шақта, жерінің тұтастығын сақтай отырып, елдің іргесін сөкпей, татулық пен бірлікті, достық пен сыйластықты ту етіп көтере отырып, тәуелсіздігі баянды, жасампаз Қазақстан мемлекетін құра білді. Күрмеуі көп қиын шақта, соқтықпалы, соқпақсыз кезде өзіне сенім атқан жұрттың ешқандай қан төгіссіз өркениетке жетелеген һәм дамыған әулеті мемлекеттердің алдыңғы қатарына қоса білген президенттің орны ерек. Олай болса, бүгінгі тұңғыш президент күні мерекесіне арналған ел тірегі, елбасы атты сазды кешімізге қош келдіңіздер. Ерліктің дастаны еліме қарашы, ежелден ерлеген нақымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің жерім, гүлім болып егілемін, жырым болып төгілемін елім, туған жерім менің. Қазақстаным, ұрпаққа жол ашқан кең байтақ мәңгілік досындай. Біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің жерім, гүлім болып егілемін, Қазақстаным. Түмен күткенеді болғада, еліміздің көтеретін нағын. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Бала Нұрсұлтанның жас зердесінде сол кезеңнің қыспаққа салған қиыншылықтар ғана емес, анасының аялы алақаны мен әкесінің мейірлі жүзі де сақталып қалды. Тату отбасы, бауырлар, әке-шешесі айтқан әндер, Алатаудың әсем ақбас шыңдары, баланы еліктіретін ойындар, оның қатарластарының бәрінің балалық шағы осылай өтті. Әбіш, анасы Әлжан. Мынау елбасының отбасы. Әкесі Әбіш, анасы Әлжан, індері Сандалды және бұлар қарындасы Әнипа мен туыс қызы Зейнеп 1956 жылы түскен екен. Мынау мінекей. Нұрсұлтан Назарбаев тағайындаған аталарының жоғарғы бұлар інісі Болат, қарындасы Әнипа, інісі Сатқалды. Бір қарындасы екі інісі болған екен. Мынау балалар Сарабайы Сарабыз қызы. Мынау президенттің үш қызы. Дариға саяси ғылымдарының докторы. Динара Назарбаев атындағы білімді қолдау фондын басқарады дейді. Әлия үшінші қызы. Шеттегі тұрған. Бизнеспен айналысады. Элит строй құрылыс компаниясын басқарады екен. Нұрсұлтан Назарбаев атамыздың үш қызы. Жылдан өткен екен. Bir немерелер көбейсін шөберелер, жадыңдаса жақсылық күтпегейсің, от емес оқ сұраса
жылы Қарағанды металлургиялық комбинаты жанындағы жоғары техникалық оқу орнын бітіреді. Абылайдан кейін қолымыздан сусып кеткен тәуелсіздіктің туын ұстап қалу үшін халықтар достығын, татулықты, ынтымақтастықты күшейтетін елді бастары ері керек еді. Еңселі ел болу, елін дауға, жерін жауға бермейтін білікті басшы керек еді. Ғасырлар бойы күрестермен жеткен тәуелсіздікті баянды ету Нұрсұлтанда елбасымыздың еншісіне тиді. Сөйтіп, 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет Қазақстан президентінің жалпы халықтық сайлауы өтіп, сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елін де әлемге мойындатқан заманның аса дарынды тұлғасы. Аумалы төкпелі алмағайып заманда мың өліп, мың тірілген қазақ 3 ғасыр бойы іздеген мұратына да, арманына да Нұрсұлтан Назарбаев тұсында жеттік. Билік тізгінін қолына ұстаған жылдардағы президентіміздің тарқылдаған келбетін, биік болмасын, кемел дарынды, ел басшысы ретінде көсемді қасиеттерін бүгінгі ұрпақ жақсы білуі тиіс. Ән қазақ елі осындай.